Бәріне сәлем, бүгін селектордың қалған екі түрін үйренетін боламыз. Мен алдыңғы сабақта тогл мен чекбокстарды қалай жасауды екенін көрсеткен болатынмын, соларды қарасаңыздар болады. Ал ендеше чипс пен тоглдарды жасайтын боламыз. Интерфейсте бұл чипстер мәтіні бар, пішіні сопақша немесе тікбұрышты келетін ақпаратты сүзгілеуге, таңдауға немесе қандай да бір текті көрсетуге арналған кішкентай элементтер. Яғни көп ақпаратты топтау, сүзгілеу немесе бірнеше мәнді таңдау үшін қолданылады. Ендеше текстімізден бастаймыз және оған иконканы қосып After Layout деген контейнерге саламыз. Сосын оның артқы фонын бояймыз. Сосын оның бұрыштары жалпақ болмайынша корнер радиусын өзгертеміз. Енді екеуінің арасына 30 қоямыз. Кейін бұдан компонент жасаймыз. Енді бұған таңдалған нұсқасын қосамыз. Ал енді property-ға кіріп, оған сәйкес мағынасын береміз. Енді бұның дизайнын өзгертеміз. Ал енді иконканы көшіріп алып, оған сәйкес келетін өшіруге функциясына арналған иконканы таңдаймыз. Енді пончик пен иконканы бірге After Layout-қа саламыз, ал өшіру иконкасын бөлек қоямыз. Екеуінің арасына 30 береміз. Енді прототипке кіріп, бір-біріне байланыстырамыз. Бұл жерде пончиктер деген чипсті басқан кезде бізде екінші состояние пайда болу керек. Енді фреймге компонентті қойып, қазір көретін боламыз. Міне осымен бізде чип дайын. Келесі элемент тогл жасаймыз. Бұл жүйедегі белгілі бір функцияны немесе режимді қосу немесе өшіру үшін қолданылатын батырма. Ол екі нақты күйдің, мысалы я жоқ, қосулы, өшірулі деген бірін ғана таңдауға мүмкіндік береді. Бұл бір ғана функцияны бірден қосу немесе өшіру үшін қолданылады. Мысалы мен интерфейстің түн немесе күнге қатысты түсін өзгертетін тоглды жасап жатырмын. Ол үшін иконканы алып, After Layout-қа салып, артқы түсін өзгертіп, оны домалатқанша корнер радиусын өзгертеміз. Келесі бұдан да компонент жасаймыз. Енді айдың таңдалмаған нұсқасын жасаймыз. Property-ға кіріп, оған сәйкес келетін мағынаны таңдаймыз. Енді тура осылай күннің нұсқасын жасаймыз. Енді компонентті жасап біткеннен кейін, бұның көшірмесін алып, бұдан тогл жасайтын боламыз. Енді жасаған компоненттерді екеуін алып, After Layout-қа саламыз. Және оның артқы түсін өзгертіп, корнер радиусын домалақ жалпақ қоймайынша өзгертеміз.
Енді бізде күнді таңдағанда, бізде тоғылдың түсі ақшылға өзгереді. Соны қазір жасайтын боламыз. Енді прототипқа кіріп, біздің компоненттерді бір-бірімен байланыстырамыз. Яғни біз айды басқан кезде, күнге айналады, күнді басқан кезде айға айналады. Міне бізде тогл дайын, және де селектор туралы қосымша ақпараттарды мен пікірлер бөлімінде қалдырып кетемін. Сіздердің назарларыңызға көп рахмет, және бәрі түсінікті болды деп ойлаймын.